Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мен бүгін Қаракерей Қабанбай бабамыздың басына келдім. Құрметті қазақ елі, Машһүр Жүсіп айтқан болатын: қазақта батыры көп, бірақ Қабанбайдай батыры қазақтың ешқашан болмаған деп. 45 жыл бойы қазақтың бас сардары болып, 45 жыл бойы қазақтың бүкіл әскерінің қолбасшысы болған дәл осы Қабанбай атамыз. Құрметті қазақ елі, кейбір деректерге сенетін болсақ, бұл кісі 103 жекпе-жекке шыққан дейді, кейбіреулеріне сенетін болсақ 98 жекпе-жекке шыққан дейді. Бірақ ең бастысы, бұл кісі ешқашанда жеңілмеген. Өзінің білегінің күшімен, найзасының күшімен қазақтың жерін аман алып қалған болатын. Ал бұның Қабанбай атануының жалпы себебіне келетін болсақ, бұл жерде де әртүрлі ақпараттар бар. Біреу айтады, бала күнінде қабанмен алысып, қабанды жеңгеннен кейін Қабанбай атылған дейді. Кейбіреулер айтады, жаңағыдай көшіп бара жатқан көшке Қабанбайдың қабан деген кезде сол қабаннан құтқарып қалып көшті, сөйтіп солай Қабанбай атанған дейді. Бірақ бұл жерде ең басты бір айтатын дүние, дәл қазір есімнен шығып кетіп тұр кімнің айтқаны, бір академиктің айтқан сөзі бар еді. Жалпы мынау кезінде 7-8 ғасырларда түркілерде габан деген лауазым болған екен, әскери лауазым. Ол габан деген әскери лауазымды түркілер қолданған, және де ол Қытайда қолданылады екен әлі күнге дейін, және Моңғолияда да бар дейді. Енді қараңыздар, түркілер қолданып, ол Шыңғысханға дейін болған оқиға. Шыңғысханның кезінде де кейбір жерлерде осындай габан деген атақ болған дейді. Бірақ Қытайды кім басқарды? Қытайдың басын қосып, Қытайды басқарып отырған Құбылай хан, барлығымыз білеміз. Ол Шыңғысханның немересі, иә. Сол Құбылай хан Қытайға сол габан деген дүние алып барды дейді. Және бұл дүние бізге де тиесілі дейді. Мысалға, біз мынау орыстармен қосылғаннан кейін уже полковник, лейтенант бірдеңе болып кеткенбіз. Оған дейін біздің қазақтың өзіміздің сардар, бас сардар деген сияқты өзіміздің әскери шендеріміз болды. Габан деген бәлкім сол әскери шеннің бірі ме екен деп айтылады да, себебі мынау Қытаймен жер мәселесін шешуге барған кезде қазақтың бас сұлтаны Абылай барады, және қазақтың бас қолбасшысы батыры Қабанбай барады, және де хан баласы, ол кезде Абылай хан емес, әлі хан баласы Абылай ханға дейін кім болып еді? Түсіндіңіздер. Ұмытып қалып отырмын, қазір айтып бермаңыздар, Әбілден басталатын деп. Сол кісінің ұлы барады екен. Сол кезде қарап тұрсаңыздар, бірінші хан баласы жүреді, артынан Қабанбай жүріп отырған, ал одан кейін барып, жаңағыдай Абылай хан жүріп отырған. Қытайлар шен деген дүниеге қатты қарайды, білесіздер, сол кезде Қабанбайға қарап тұрып таңғалған дейді. Құрметті қазақ елі, Астана қаласына келіп жатсаңыздар, міндетті түрде дәл осы Қабанбай атамыздың басына келіңіздер. Және де Қабанбай атамыз туралы қандай ақпарат білесіздер, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Рахмет.